Жүректерді қатыгездік бойлаған қазіргі қоғамда адамның жаны титтейді мейірімділікке зәру екені жасырын емес. Айналадағы адамзат атауына жақсылық жасау үшін бай болудың немесе атақ даңқты болудың керегі жоқ. Бастысы жан дүниенің тазалығы, жүректің кеңдігі. Я, сүрінгенді демеу, жылағанды тұрғызу адамның қашанда адамдық парызы. Басына бұлт үйіріліп, тағдырдың сынына ұшыраған жандарға қолдарына келгенше көмек көрсету өмірлік парызым деп білген өнерлі жастардың ордасы жүректен жүрекке қоғамдық қоры құрылғалы. Ұзақ уақыт болмаса да елеулі істер атқарылып келеді. Әлемге жақсылық сыйлайтын аз мейірімнің жастардың бойында бар екені көңілге қуаныш ұялатады. Жүректен жүрекке жастарын Қызылорда қаласының жас тұрғыны Айжелеренің жағдайы бейжай қалдыра алмады. Осы мақсатта кеше Құрманғазы сарайында ретро ән кеші өткен болатын. Бүгін біз әдемі кештің куәгері болып жатырмыз. Бүгін, яғни 11 желтоқсан күні Құрманғазы мәдениет сарайында Атырауда тұңғыш рет ретро концерті өткізіп жатыр. Бұл енді кештің өзге кештерден ерекшелігі билеттен түскен қаржы бір кішкентай Айзере Мақсатқызы есімді қыздың жаңағыдай ем-домына жұмсалады. Кешті жүргізіп жатқан елімізге белгілі ақын ағамыз Қалқаман Сайрин қонақ ретінде мынау қазіргі таңда Астанадан ат терлетіп Досымжан Таңатаров пен Димаш Құдайбергенов келіп жатыр. Және де жергілікті өзіміздің таланттарымыз бар, әншілеріміз бар, биші қыздарымыз бар. Және бір айта кетерлік жайт, бұл концертке мүмкіндігі шектеулі жандар қатысып жатыр. Өзіңіз байқаған шығарсыздар, мынау Гүлсина апайымыздың жаңағыдай сүйемелдеуімен әдемі бір би шықты. Мына концертке Қытайдан келген қандас бауырларымыз қатысып жатыр. Бұл енді қай жағынан алып қарасақ та бір әдемі дүние болып тұр. Мен артыма былай қарайтын болсам, осы бір кешті менің өмірімдегі ең бір әдемі сәттердің, ең бір ұмытылмас сәттердің бірі ретінде қабылдар едім. Жүректен жүрекке маған көп нәрсе берді. Ең бастысы Аллаға шүкір, жақсы достарым бар, арқа сүйер ағаларым бар, қиналғанда жақсы сөзін айтып демеп жүретін апаларым бар. Және де Атырау халқына бір пайдам тиіп жатыр деп ойлаймын. Жалпы қазақ айтады ғой, атаңның баласы болма, адамның баласы бол деп. Сол бір жолда өзім бір ақырындап келе жатырмын деп ойлаймын. Жақсы көңілге сансыз шүкірлер болсын. Ең бастысы мен топ мүшелеріме алғысым шексіз. Жаңадан бері мені мақтап жатыр ғой, бірақ бұның барлығы менің тобының мүшелерінің арқасында. Осындай бір үлкен дүниенің шығып жатқаны бір 2 ай бойы жаңағыдай талмай еңбек етіп, күні түні жиналудың арқасында бір әдемі дүние болып жатыр. Досымжан Таңатаров Аллах адамның ісін емес, ниетіне қарай бағалайтын айтып, Айзеренің жазылуына шын тілектес екенін білдірсе, кеш жүргізушісі Қалқаман Сайрин ағамыз жастарды қолдайтынын, жүректен жүрекке қоғамдық қорының мүшесі екендігін мақтан тұтатынын жасырмады. Бұндай игі шарада, бұндай бір ізгілікті, сондай бір адамның жүрегін елжірететін шараға, бұл кешке басқаша баға беру мүмкін емес, өте ғажап өтіп жатыр. Енді концерт күйінде ұйымдастыру жағынан жастар жасап жатқаннан кейін бұл жерден тырнақ астынан кіріздеп, ондай ұйымдастырушыны қатаң бір кешірмен қарау керек шығар. Бірақ енді біз Астанада басқа жерлерде жүрміз.
үлкен сахналарда өтіп жатқан кештерден ешқандай бір мысқалда кем емес, ұйымдастырылуы әрбір нүктесіне дейін ойластырылған сондай бір жұп-жұмыр кеш болып жатыр. Бұл деген мақсат кештің әдемі өтуі емес, бұл жердегі мақсат үлкен сауап жинау, жаңағы жүрекпен жүрекке деп аты айтып тұрғандай, жүрегі жаралы, жабырқаулы, дертті жандардың, біз бәлкім, біз де пендеміз, бұлар біреуге өмір сыйлай алмайтын шығармыз, бірақ көңіл сыйлай алатын жастар екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан бұндай шараны мен қолдауға қашанда дайынмын. 2 жыл болған. Мен осы кейінгі шараларына атсалысып, қолдан келгенімше көмектесіп жүрмін. Көмегіміз осылай, әйтеуір бойымыздағы өнерді ортаға салып, кәдесіне, пайдасына жарап жатса, осы қыз-жігіттердің қасында жүргіміз келеді. Біз өзіміз жасамаған жұмыстарды, біздің алдымызда жасамаған, буындар жасамаған, ағаларымыз, апаларымыз жасамаған жақсылықты осындай кішкентай қарындастарымыз, бауырларымыз жасаған кезде іштей ұялып қысылып қаламын мен кейде. Сондықтан бұлар маған хабарласқан кезде мен кез келген уақытта дайынмын қолдауға, қандай жағдай болса да қастарынан табуға тырысамын деп айтқан уәдем бар. Сонымен былтыр келіп едік, биыл тағы да араға 1 жыл салып келіп жатырмыз. Мүмкіндігі шектеулі деген бір қалыптасқан бір көп айтқымыз келмейтін бір тіркес бар. Бірақ олай емес, мүмкіндігі керісінше артық, қол аяғы бүтін, санасы сау адамдар жасамайтын дүниені жасап жатқан, жаңағы сахнаға шығып өнер көрсетіп жатқан өнерпаз қыз-жігіттерді көрген кезде шынында да қол аяғың сау жүріп, түк істей алмай жүргенің іштей қынжыласың. Жастар тек қана қолдау керек. Тек қана қолдау керек. Қалғаны Алла тағала өз берекесін беріп, міне қандай керемет кеш, зал толып отыр. 3 сағатқа созылды. Әрбір адам орнынан қозғалмай отыр. Өйткені жүрек соны қалап отыр деп ойлаймын. Жасай бер жүректен жүрекке. Мың жаса. Дүние тұрғанша тұрсын. Жүрегіміз тек қана ізгілік деп, мейірім деп соқсын. Талғамы биік көрерменнің алақанын аямай соғып, риясыз күлгеннен ақ кештің көрермен көңілінен шыққанын байқау қиын емес еді. Әрине, жүректен жүрекке деген бүгінгі қайырымдық кеші жүректен жүрекке жетпек түгіл жүрегімізге жылу орнатып, әр адамды осындай жылулыққа, қайырымдылыққа шақырар едім. Бұндай концерттердің көбін көріп жүрміз, бірақ мына біздің жас балаларымыздың ұйымдастырып жатқан концерті жүректен жүрекке өтіп, жүрегімізге жылу сыйлап, қайырымдылыққа әр адамды шақырғым келеді. Әр адамның жүрегінде осындай жылулық болса, мүмкіндігі шектеулі адамдарға өзінің жүрегінің жылулығымен кішкентай болса да ізгілікті іс жасаса деп, әрбір қазақты, әрбір алаш баласын шақырар едім. Осындай кештерді жиі ұйымдастырып тұрсаңыздар, осындай кештерде әр бала, әр адам өзінің үлесін қосса, біздің қоғамымызда мүмкіндігі шектеулі адамдар шет қалмас еді. Барлығыңызда осындай кешке шақырамын, әр қайсымыз үлесімізді қоссақ деймін. Шын жүректен жасалған дүние ғана жүрекке жетеді. Олай болса, жүрек төрінен ойып тұрып орын алған биылғы жылдың ең үздік ән кешін ұйымдастырушыларға жарайсыздар дейміз. Жасай бер жүректен жүрекке.